Ажы маған берген. Осы әдемі білезікті енді мен саған берем. Наурыз мерекелерінде әдемілеп тағып шығасың, жарай ма қызым? Жаным olsun, келін шырақ, бүгін замандастарым қонаққа келем деп еді, дайындала енді. Тұрағым. Амансыздар ма? Сәлеметсіздер ме әжелер? Рахмет, бақытты болайын алайын. Төрге шығыңыздар әжелер. Сәлеметсіздер ме замандастарым, төрге шығыңыздар. Төрге отырыңыздар. Амансыздар ма? Келін шырақ, бағын етіңді сала ғой жаным. Жақсы әже. Aman есен кеп қалған екісіңіз, бала шағаларың үй іші аман ба? Тыныш па? Жақсы, мынау қыстан да өтіп, жуанның жіңішкенің үзілген уақытында кеп қалған екенсіздер. Енді мен келінге тамақ салып қойдым, енді отырыңыздар. Рахмет, құрбым. Ал құрбым, мынау алыстан немерелерім келіп еді қаладан. Осы немерелерім үшін қазақтың құндылықтарын бүгін көрсетейік деп осы жерге жиналып отырмыз. Дұрыс айтасың, қазір ұмытылып бара жатқан ол бұйымдарымыз туралы түсінік берейік отыр, замандастар. Соның түсінігімізді беруге жиналдық қой, иә бәріміз. Замандастарым өздерінің өнерлерін алып кетті. Мынау жаңа немере емес өнерлерін таныстырып, білгенін үйретсін. Кәне таныстыра ғой жаным. Жақсы апа, жүр зарақсыз. Әжелерге барып, не істеп жатқан танысып жүрмесіз. Бара ғой жаным. Әже, сіз не істеп отырсыз? Маған үйретіңізші. Ой, айналайын, мен ұршық иіріп отырмын. Мынау 4 түлік малымыздың жүндері бар, түйе жүн, қой жүн, және ешкінің жүндері болады. Соны біз мынандай қып, жіп қып ұршыққа иіреміз. Қара, ал енді алдымен түбіттеп, оны шиіріп қолымызға ыңғайлап аламыз. Содан кейін балам, бұны иіреміз жіп қып, көрдің бе? Жіптің қандай болып жатқаны жіңішке және әдемі қып. Онымен біз носки тоқимыз, киімдер тоқимыз. Сөйтіп біз айналайын. Осылайша 4 түлік малымыздың жүнін қолданамыз. Әже, сіз не істеп отырсыз? Маған да үйретіңізші. Кел ғой, кел қасыма кел, саған көрсетейін. Мынау қойдың жүннен жасалған жіп. Оны арнайы ашық түсті болсын деп бояп алдық ең бірінші. Одан кейін міне немереме қыс мезгілінде жылы жүрсін деп шарф тоқып жатырмын. Көрдің бе міне? Мына бір жағын сол, бір жағы оң жағынан алатын жіпті осылай іліп аламыз. Қазір енді мынаны құрадық, енді мынаның жартысын құраймыз қазір. Тігеміз. Құрағымызды осындай құрап шықты. Жалғастырамыз. Мына құраққа. Екінші жартысымызды енді мынағандай құраймыз. Осындай жалғап құрастырамыз. Құрап, осындай немереміздің астына отырғанда төсеп отыратын қып, осындай құрап шықты. Енді осыны мына жегіне жектейміз. Оны жектеп болғаннан кейін астарлаймыз. Астарлап болғаннан кейін мынаны ішіне мақтасын салып, немереміздің астына төсейміз. Сүйірдің сүтін ашытып, оны іртігін алып, қайнатып, осындай құрт жасаймыз. Немерем Зара мынамын бидай, қуырылған бидай. Қуырылған бидайды дирменге салып, мына көне заманнан келе жатқан тастан жасалған қазақтың дирмен деп айтады. Мына екі тасты дирмен жасап, бидай салып, оны тартамыз. Мынандай ішінен талқан шығады. Мына талқанды көрдіңіз бе балаларым, немелерім? Бұл талқаннан жент жасайды. Міне қызым, мынау сиырдың сүтті айран құйғанбыз. Енді осы айранды біз мына күбіге құйып пісеміз. Мінекей балам. Бұдан пісе тоқтамай піссе балам. Одан біз сары май аламыз. Сиырдың күбіге пісірген
енді бұны жеп жүрген күш қуаты. Мына әжелер не істеп отыр екен? Келе ғой қызым, әжелерден бірге сұраймыз. Ой жаным немерем, әжелер мына жерде мал қойдың жүнін түтіп біз текемет басуға дайындалып жатырмыз. Кәне қолыңа мына жүнді алып, жүн түтудегенді біле ғой, кәне қолыңа ала ғой, әдемілеп созып жүнді не қылып әдемі түтсең, соғылып текеметіміз әдемі болып шығады ғой замандастар. Мынау өз қоятқан келешек ұрпақтарына білмей, текемет басуды кәне көрсетіп, мына балаларымызға үйретіп жіберейік. Ал әжелер сізге істесе. Келіншірақ, бірақ мен мынау сенді енді мына балаларым өсіп келе жатыр, менің немерелеріме үйретіп, келесі болашақта мынау текемет басуды сен де үйрететін боласың. Өзің де мұқият қарап отыр. Дұрыс, қазір жастар не қоймайды, бізден үйреніңдер. Үйренгендерің өздеріңе жақсы, істегендерің бізге жақсы. Дұрыс айтасыз. Замандастар мынау сабаумен сабап, мен қандыр болай, кәне жақтан жинақтап отырыңыздар. Мен көрсетіп кәне сол. Немерелерімізге көрсетіп жатырмыз ғой, текеметті басу түрін шығардық. Енді дұрыстап ана шүйкелеп түр шығарудың өзі де ол да бір өнер айналайындар ғой. Өнерлі адамның қолынан келеді ғой. Өнерлі адамның қолынан келеді, жай адам түріп ала алмайды. Сұлық қазаны қайнатып Ал әжелер, сіздерге арналған асымыз да дайын болды. Астан алып отырыңыздар. Ас болсын әжелер. Мен сіздерге қымыз құяйын. Ал Зара немерем, мынау әжелерінен бүгін көптеген өнер үйрендік. Оң саусағыңнан өнерін таңған әдемі қыз болып өсіп. Сен әжелеріңе арнаған өлеңдерің бар еді ғой, мынау достарыңмен бірге айтып берсең қалай болады екен? Тыңдай қойыңдар. Менің әжем дара, ақылым дана, жақсы көрем әже сізді ғана. О, ұзақ туған дала, әжемізге дана.